Сәлем достар, сіздермен бірге Айтолқын. Бүгін мен сіздерге ағылшын тілін үйренуде өзіңіз, яғни үй жағдайда жалғыз өзіңіз үйренетін болсаңыз, қандай кітаптарды сізге кеңес беремін, сол жайлы айтатын боламыз. Егер сізге бұл видео прям қатты керек болса, егер сіз осындай қиындықта болсаңыз, міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк батырмасын басып кетіңіздер. Бұл видео өте қызық болады, түрлі кітаптардың түрімен танысатын боламыз. So, let's start. Жалпы мен ең алғашқы этапты, яғни 4 жасымда алдыңғы бір видеода айтқан болатын, 4 жасымнан бастап оқыдым деп. 4 жасымда Family and Friends атты кітаппен танысқан болатын. Family and Friends. Жалпы Family and Friends кітабының іші өте қызықты, түрлі ертегілер, түрлі мультфильмдер, оның еще дискі болады, сол диск тығып қойсаңыз, мысалы, тыңдалым дағдысы бар да, ол жақта тыңдалым сабағы деген бір ертегіні қосып қойып, соны тыңдайсыз, артынан аудармасын, в общем, бәрі бар ішінде. Түрлі жағдайлар, мысалы, 0-шы деңгейден А1-ден, бигинерден бастайтын, яғни түстер, түрлі разноцветный, жасыл түс қалай аталады, қызыл түс қалай аталады, сол жайлы сандар, в общем, әріптер, ағылшын тілінің ең төменгі сатысын осы Family and Friends кітабымен үйренген болатын. Жалпы Family and Friends кітабы өте көп баспалары бар, бірақ мен точно қай баспамен оқығанымды білмеймін, бірақ сырты дәл осындай. Және де ол кітаптың әртүрлі бөлімі бар. Мысалы, жұмыс дәптері, кітабы дейтіндей бөлінеді. Жұмыс дәптерін міндетті түрде алыңыз, өйткені кітаптың ішінде тапсырма беріледі, жұмыс дәптеріне соны орындайсыз. Әрине, тексеретін адам болмаса, міндетті түрде интернеттен қарап, бүйтіп жауабын бай-бай тексерсеңіз болады, немесе арнайы осы Family and Friends кітабы жауаптарымен сатылатын кітаптар бар. Сол жауаптармен алсаңыз, өзіңіздің қателеріңізді көріп, түзетіп, сол осы жерден қате кетіпті ғой деп қайтадан оқып алатын мүмкіндіктер туады. So, Family and Friends кітабынан кейін мен қандай кітап оқыдым? Жалпы бұл Family and Friends кітабы деңгейге бөлінеді, әртүрлі деңгейлер бар. Мысалы, әріптерді, сандарды, түстерді, түрлі заттарды, сөздіктерді жаттайсыз ғой. Сондайлар бітірген екен, ұш сөйлем құрап бастайсыз. Сондайлар деңгеймен байланысты Family and Friends кітабы да бар. Жалпы beginner деңгейін біткенге дейін осы Family and Friends кітабымен үйрене аласыз. Одан кейін бізде New Fly деген кітап бар. Жалпы бұл кітаппен мен оқымадым, бірақ менің сіңілдерім оқыған болатын. Менің туған сіңілдерім осы New Fly Family and Friends кітабының орнына New Fly атты кітаппен оқыған болатын. Жалпы екеуінің іші бірдей, айырмашылығы жоқ, просто басылымы бөлек, бірақ ішіндегі ақпараттар құнды, бірдей, бір-бірінен алмайды десем де болады. Ішіндегі сөйлемдер де, ішіндегі суреттер де, ертегілер де бір-бірінен алмайды, бірақ білмеймін енді New Fly жаңа баспасы шығар деп ойлаймын. Осы Family and Friends ол бұрынғы заманның баспасы болған, айында New Fly жаңа баспа. New Fly'дан кейін сізге совет беретін кітабым, ол жалпы New Fly'да осы Family and Friends кітабы да ол beginner деңгейіне арналған. Beginner деңгейін бітіргеннен кейін сіз elementary деңгейіне көшесіз. Elementary деңгейінде Эрман Марфидің кітабын совет беремін. Осы қызыл кітап. Бұл қызыл кітаптың еще көк түрі де бар. Ол көк түрі уже жоғары деңгей. Бұл қызыл кітап сізде Эрман Марфидің кітабы элементар деңгейіне байланысты, іші өте пайдалы. Түрлі суреттер бер, сөйлемдер беріледі, соларды толтырасыз. Сосын бір мысалы, Советский Союздың кітаптары болады, бірінші бетіне полностью грамматика, екінші бетіне соға байланысты тапсырмалар дәл сондай іші. Полностью тапсырым бірінші бетіне мысалы өзін таныстыру деген тақырып болса, бас жақта бір суреттер тұрады, адам өзін таныстырып тұрады, соларды салып қояды. Одан кейін астына грамматика қалай айту керек, сол туралы оның еще лайфхактар бар. А1, Б1, С1 деңгейіне байланысты деп бөліп қояды. Барын бөліп түсініктетіп қойғанда бірінші бетіне сонда болады. Жалпы бөлімнің сондай болады, тақырыптың екінші бетіне тапсырмалар болады. Ең артқы жағында енді бүткіл кітапта болады. Ол екінші, яғни етістіктердің екінші жағы, үшінші жағы, ағылшын тілдегі формулалар, солардың барлығы бар. Одан кейін міндетті түрде дискісін алыңыздар, если бар болса. Білмеймін қазір дискісін сатама сатпаймын, бірақ мен кезінде таба алмаған, бірақ мен достарым алған. Қайдан тапқанын білмеймін, бірақ алған. Дискісі өте жақсы, ішіндегі түрлі өлең, фильмдер сол тақырыпқа байланысты,
кішкентай метражды фильмдер дейді ма, сол сияқты фильмдер көп. Жалпы бұл кітаптардан кейін Эрман Варфин кітабынан кейін бұл мен қызылын ғана оқығам, көк түрінде оқуға кеңес беремін. Жалпы көк түрін ол университеттегі мұғалімдер оқиды. Егер оқығыңыз келсе, егер бұл кітап сізге қатты әсер тигізіп жатса, міндетті түрде көк түрін оқыңыз. Көк түрі бар, Варфиді, ол уже элементар деңгейі емес, ол уже pre-intermediate, intermediate деңгейіне байланысты ғой деп. Ол деңгейге байланысты бұл кітапта өзіндік деңгейлері бар. Одан кейін мен Эрман Варфидің кітабын бітіргеннен кейін жеке авторлық баспасы бар зерделі білім орталығының кітаптарын оқығам, ағылшын тілі. Яғни Кембридждің кітаптары, Оксфордтың сондай бір мықты ағылшын тілінден, сондай Гарвардты бітіріп келген, IELTS 9-ға тапсырып келген, 8-де 5, 7-де 5 дәрежесі бар мұғалімдердің жеке авторлық кітаптарын оқуға болады. Енді оны қымбатқа сатып алуларыңыз мүмкін, бірақ сізге бүйтіп ойбай қатты үйрену керек пе дейтін болсаңыз ғана оқыңыз. Одан кейін енді Оксфордтың, Кембридждің кітаптарын оқып жатырмын дедім ғой. Оларда сол автор құқығы бар, сондай жеке бір авторды кітаптарын оқығам. Одан кейін мен авторлық құқықтардың, яғни сондай авторлық кітаптардан кейін мен Solution атты кітаппен таныстым. Өте мықты кітап. Инострандық адаммен бастаған кезде, инострандық мұғалімден оқып бастаған кезде осы кітаппен бірге танысқан болатын. Бұл кітап өте керемет, ішіне барлық жағдай жасалған. Енді өте керемет десем де болады. Сөздерде түсінік, сізге оригинал түрін ал деп айтпаймын, распечатка түрін алсаңыз да болады. Ол кітаптың ішінде түрлі жаттығулар, сондай бір ойындар. Жалпы ол кітаптың ішіне толығымен ағылшын тілін сайрап шығатын етіп үйрене аласыз. Яғни оның ішіне эссе жазатын тақырып бар, осындай сөйлейтін тақырып бар, грамматика тақырып, фильм тақырып, тіпті Американың өмірімен танысатын тақырыптар бар. Американдық мықты бір мұғалім, мықты бір ғалымдар туралы, мықты мысалы әртістер, көп мысалы әлемге танымал әртістер, актриса, актер, солардың өмірі туралы, тіпті Елизавета патшайымы туралы да информациялар бар. Бұл кітаптың ішіне өте қызық, жалпы өзім кіріп кететін. Бұл кітаптың ішіне барлық жағдай жасалған. Жалпы осы Solution кітабының pre-intermediate деңгейін бітіргенмін, сонымен тоқтадым. Дәл қазіргі уақытта тоқтаған жоқпын енді. Бұлай күнделікті өмірде қолданысқа алып, ағылшын тілін бір тоқтасаңыздар болды. 2-3 жыл жоқ болып кететін болсаңыздар, ағылшын тілін оқыған нәрсенің бәрі шығып кетеді. Лучше тоқтатып қалсаңыздар курсты, тогда просто будет фильмдер көріңіз, ағылшынша фильмдер көріңіз, сөйтіп өлең тыңдап, хотя бы сюжеттап тоқтатпауды шешіңіз деген ғой. Жалпы Solution кітабының pre-intermediate деңгейімен бітірдім. Осы содан кейінгі кітаптарды өзімнің қолданған, өзімнің практикамдағы жалпы жақсы отзыв, реально отзывтары бар кітаптарды сізге советовать еттім. Егер бүгін видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және де менің даусыма мән бермеңіздер, мен қатты ауырып жүрмін. Қатты ауырғандықтан сөйлеуім де кішкене қиын болып тұр. Ал ендеше міндетті түрде келесі видео кездескенше қош сау болыңыздар. So, goodbye.